жол картасы аясында 6,5 мың инфрақұрылымдық жобалар іске асырылады. Ол жерге біз бұл деген жаңа құрылыс, жөндеу жұмыстары, ол жерге біз 250 мыңнан астам халықты жұмыспен қамтимыз. Ол жерде жалақы төленеді. Егерде бізде елімізде ең төменгі жалақы 42.500 болса, біздің жол картасының шарты бойынша ең төменгі жалақы 2 есе болу керек, 85 мыңнан төмен болмау керек. Алғашқы қатысқан кезде көтерме төлемі тағы да бар. Бұл дегеніміз, егер жанұя отбасының мүшелерін бірге алсақ, 1 миллионға жуық адамның табысына әсер етеді. Екіншіден, осы жол картасындағы жобаларды іске асыратын мердігерлер, құрылыс материалдардың барлығына талап қойылады. Бұның кемінде 90%-нен аз емес, төмен емес, бұл отандық өндірушілер, тауар өндірушілер, отандық мердігерлер болу керек.